саламатсыздар ма? Негізі сіздерде коробка бар болса, коробкамен істеп, сосын мына тесікпен айналасын скотчпен жасауға болады. Ал пулыха болатын болса, пулыханы осылай кесіп алуға болады. Біз пулыханы кесіп тастадық. Бізде табличка тұр. Мынау шо тұр. Енді осыған мынаның сантиметр 20 сантиметр қалдық біз дөңгелекте. Өзіңіздің неңізге байланысты. Сосын байлағанда қатты алыс қылмаймыз, кішкене жақындатамыз. Алдында біз айттық қой, қатты бос қыламыз, мойын жағына байлаймыз деп. Мынада орта жағына байлаймыз. Жаңағы ішіне трубка салмай жасауға болатын несін түрін көрсетейін деп тұрмын сіздерге. Ішіне трубка салмаса негізі бос болып қалады, бірақ сол бос болмау үшін, қатты ұстап тұру үшін. Осымен размерін келтіріп жатырмыз. 20 сантиметр болғанда шар прям дөп-дөңгелек болып қалады екен бізде. Мына біз мына жерде шарларды үріп алдық. Екі түсті осындай бірдей қылып, екі түсті осындай бірдей қылып көресіздер. Барлығы бірдей размерде тұр. Енді қазір байлап құрастыратын боламыз. Ол үшін бізге қараңыздар, осындай дөп-дөңгелек барлығы бірдей болып шықты. Осындай немен есептедік. Мына достар, біз мына жерде қазір шарға су құйып алдық. Осындай кішкене үлкен алып. Содан кейін мынау бізде ұзын шарлардың өзінің несін қайда көрсетейінші. Мына осындай ұзын шарлар, сонымен мына басын байлап алдық. Енді мыналарды құрастырамыз. Сіздерде шар болса, мынандай ұзын шар болса, ұзын шармен, ұзын шар болмаса, жіппен, қатты жіппен или лентамен байлай беруіңізге болады. Мына біз бір жасылды, екі жасыл, екі ақты алдық. Бұл ең астына кетеді. Және осы жерге шарды саламыз. Бұл шар не үшін? Себебі көп жағдайда бос болып қалады жасаған кезде. Сол үшін осы шарды қоямыз. Бұл деген босатпай барлығын ұстап тұру үшін. Енді үстіне тағы да осылай. Және мынаны келтіреміз. Мынаны қазір көрсеңіздер, екі жасыл екі жағына кетіп тұр, екі ақ екі жағына кетіп тұр. Осы мына шарға қойған кезде де бұлай қарай жасыл кетіп тұр. Сосын астыңғы шарға орап, үстіңгі шарға орап солай жасаймыз. Енді үстіне тағы да осылай. Мынау астында су тұрғандықтан прям қатты ұстап тұратындай. Шары құлауы вообще мүмкін емес сияқты болып тұрады. Даже мен өзім көтере алмай тұрмын оны. Мына жерде жолда бірден осылай төртке өткізіп, осылай дайындап алғандарыңыз дұрыс. Жолдасын дайындап жатыр. Мынаның орнына лентамен байласаңыздар да болады, бірақ мына шар деген сондай тығыз қатты ұстайтын шар болған соң біз осымен істеп жатырмыз. Қолдарыңызда не бар, сонымен істей берсеңіздер болады бірақ. Ұзыннан бұлай шығып келатыр. Жаңағы судың тұрбасы не дегендер сіздерге жұмыс болатын болса, судың тұрбасымен тұрса, негізі вообще жақсы тұрады. Мынауда мына жерде уже бізде шар бітіп жатыр, сосын уже екіншісін байлап жатырмыз. Bizde şarlar
Екі жасыл өжіп жатырмыз. Қазір жасап тұрған. Осылай төртке айналдырып дайындалып аласыз. Сосын қойған кезде орындар ауысады ғой. Жасыл дұрыс тұрмай тұрса, орнын ауыстырып бұзуға болады. Прям астында шар сумен тұрған соң тығыз күшті болып тұрып екі жасыл мына жағында, екі ақ бір-біріне горизонталь төрт жағында орап айналдырып тартып жатыр. Сол кезде вообще тығыз болады шағымыз. Көтерші, көтерші. Көтерген кезде де прям тығыз болып тұр. Мына жерде біз екі дейтін санды байлайын деп тұрмыз. Мұнда екінің размері 40 сантиметр. Ойбай, размері 40, мына жерде көрініп тұрады, мына птеш көрініп тұр 40 деп. Сосын ең бірінші осыны ашатын кезде өзінің басында мынандай несі болады, трубкасы. Сонымен ашып аламыз. Бірден андай жаңағы үретін нені тықсаңыздар, ол жыртылып кетуі мүмкін. Сол үшін бірінші ашып аламыз. Содан кейін үрген кезде мына жерінде клей болады ғой. Сол клейге ауа толады да, мына жердің басын жарып жібереді. Сол үшін бірінші полностью тесігін бәрін ашып аламыз. Басын полностью ашып алдым. Енді барып үреміз. Қачаптай үреміз оны. Тығыз болып тұр. Енді мұның басында өзінің клей болады. Сол клейге бір жабыстыра алсам, негізі скотчпен де мына жеріне жабыстырып жүрген дұрыс. Қазір жабыстырамыз. Мына жерде міне скотчты жабыстырған кезде осылай түп-түзу қылып жабыстырамыз. Мынау сіздерге гелийға да керек болады. Егер гелийді да жабыстыратын болсаңыз, дәл осылай түп-түзу қылмай, бір жерінде кішкене қыртыс болып қалса, сол қыртыстан гель шығып кетеді, ауа шығып кетеді. Сол үшін де осындай міне түп-түзу болып барып жабысты. Скотч қалай болса солай жабыстырсаңыздар да уже жеңіл шығып кетеді. Мына жерде енді біз шар алдық, тағы да шармен бастаған соң. Сіздерде лента болса, лентамен де істеуге болады. Осылай орап аламыз. Осыны байлаймыз. Енді барып осыны үкірек байладық. Және мына жерге қоямыз да. Екі жақтағы шармен айналдырып тастадық мына. Сонда осындай болып шықты бізде. Қазір маған экранға сыймай тұр. Міне бізде осындай болып шықты. Шарларды жаңа мына жерге құрастырдық. Құрастырғаннан кейін басында шар қалып кетті ғой. Соны өз-өзіне байлап тастадық өзінің лентасына. Одан кейін барып үстіне екіні ұрып, екіні жаңағы лентамен орап шықтық міне. Неге лентадан көрі шар дұрыс деп айтамын? Өйткені мына шар деген бір жерге 2-3 рет орасаңыз солай қатты ұстап қалады, байланып қалады өзі. Сосын байланып қалады және тығыз ұстап қалады. Сол кезде міне осындай болып шарыңыз түп-түзу болып тығыз болып тұрады. Және астына су қоятын болсаңыз, су вообще қатты ұстайды. Осылай сифрды осылай қоямыз үстіне.